Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін видеода инкубаторларым жайлы айтатын боламын. Мен қалай бастадым? Мен сияқты балаларға кеңес. Осындай инкубатор жасадық қолдан. Егер де толық ақпарат керек болса, описанияға өз номерімді қалдырам. Сол номерде сұрасаңыздар болады. Қазір нақты айтпай-ақ қояйын. Міне осындай қаздың жұмыртқасын салдым. Мен 2020 жылы Ресейден Ломан Браун жұмыртқаларын заказ берген болатынмын. Солардан шықты және де 10 қаздың жұмыртқасын салдым. Мынау солардың жұмыртқалары. Ал менің Ломан Браун жұмыртқалары туып жатқан міне осындай қоңыр. Ал мынау простой жұмыртқалар, мынау қаздың, ал мынау индюктың жұмыртқасы. Міне мен жұмыртқаларды сатып, балапандарды сатып, осындай инкубатор сатып алған болатынмын. Өте жақсы инкубатор, кеңес беремін. Егер сіздер бастай алмай жүрсеңіздер, ақшаларыңыз аз болса, осындай инкубатор жасап алыңыздар. Ондай көп шығын кетпейді. Ал мындай, ол кішкене уже дамығаннан кейін, қолыңызға ақша түскеннен кейін сатып алсаңыздар болады. Басында осындайда жарай береді. Егер екінші сериясын қаласаңыздар, балапандар шықты ма, шықпады ма, осы екі инкубатордан сіздерге қызық болса, лайк басып кетіңіздер. Екінші сериясын шығаратын боламын. Сау болыңыздар.